Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Жансерк. Бүгін мен Матрешка РП ойынын ойнап жатырмын. Мен бүгін Матрешка РП ойынында дальнобойщик жұмысын жасайтын боламын. Сіздер Матрешка жайлы сұрақтарыңыз болса, видеоның комментарияға қалдырып кетіңіздер. Видео басталмас бұрын каналға подписаться жасап, лайк басып, колокольчикті тың етіп кетіңіздер. Ал достар, мен видеоны бастаймын. Достар, алдымен біз Family-дің машинасын алып аламыз. Сіздерге Family машинасын қалай алу керегін көрсетейін. Оң жақта планшетті басамыз, и семья дегенді басамыз. Управление и және транспорт. Осылар арқылы сіз машина аласыз. Мен міне Toyota автокөлігін аламын қазір. И осы арқылы мен дальнобойщикқа барам. Қазір дальнобойщик бізде мына жерде. Біз осы жерге дейін қазір баратын боламыз. Ал міне достар, мен дальнобойщик жұмысына келдім. Қазір енді мен сіздермен бірге алам заказ и және қалаға барып ал міне жұмысты бастап жатырмын. Достар, сіздерге Матрешка жайлы қандай қызық бәрін маған комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Мен сіздерге барлығын жақсылап түсіндіріп беремін. Бұл дальнобойщик жұмысын жасаған кезде жай жүріп и адамдарға соғысып қалмау керек ең бастысы. Әйтпесе ол уже қиналып қалады. И және де кейде дальнобойщиктің ақшасын айтып кететін болсам, кейде 9000 рубль береді, кейде 13000 рубль береді. Мен соны білем. Мен өзім кейде 9000 рубль алам, кейде 13000 рубль алам. Солай сіздерде дальнобойщик жайлы ақпарат айтатын болсам, сіздер дальнобойщикқа 5-ші уровеньнен бастап кіре аласыздар. Ал менің уровенім 7-ші уровень. Сіздер дальнобойщикқа 5-тен бастап кіре аласыздар. Сол үшін сіздер еңбек етіп 5-ке жетіп алып дальнобойщикқа келсеңіздер болады. Солай дальнобойщик жақсы жұмыс, артық көп тірлік істемейсің. Бір қалаға барып, және нені алып қайтасың. Айтпақшы, мен сіздерге жақын жолды не істемеппін. Дальнобойщик осы жерден шығасыздар, Сіздер осы жерден шыққаннан кейін осы басына жүріп келіп, осы жерден бұрылсаңыздар, сіздерге қалаға баратын жолдан тез мына жерге бару керек бізге. А бізге сол жерге осындай жол істеп берген Матрешка. Негізі бұрындарда бұндай жол жоқ еді. Осы 2023-те шықты. Қазір дальнобойщик осындай оңай. Бірақ бұған жету үшін 5-ші уровень керек. 5-ші уровеньде оңай емес жету. Бірақ егер сіздер соңына күніге, еңбек етіп отырсаңыздар, оңай жетесіздер. Мен уже қалаға жақындап қалдым. Қалаға барып, қазір затты беретін боламын. Қаланың алдына барған кезде видеоны ары қарай жалғастыратын боламын. Достар, айтпақшы, егер сіздер осы артымыздағына 4 бұрыш бар емес па, сіздер сол 4 бұрышты дұрыстап айдамай, төңкеріп, әр нәрсе қатты жүріп, соны сілкіп апаратын болсаңыздар, сіздерден ақша алатын болады. Тіпті бермейді, сіздерден ақша алады. Мен қалаға келдім. Енді бұл абайлау керек. Бұл қалаға осылай түсе берген кезде солға бұрылатын жол шығады. Міне мына жер. Осы жерден бұрыламыз, затымызды тапсыратын боламыз. Міне біз келдік. Бұл жерде 2 адам тұр.
екеуінің болғанын осы жерде күтеміз. Міне менің артыма тағы бір адам келді. Білмеймін, ол не істеп жатыр, білмеймін. Не істеп жатыр? Мынаның кеткенін күтеміз, мынау что-то кетпейтін секілді, мына іштен ала береміз ау. Ал міне осы қызыл меткаға келген кезде ожидание разгрузки болады. Соны күтеміз. Міне достар, болды. Бір азғантай 1 минутқа жетпейді. Сөйтіп оны бағанаға ап кеткен жеріміз бар емес пе? Қазір. Сол жақа қайттан барамыз. Сөйтіп соң жақтағы меткаға затымызды тапсыратын боламыз. Және де достар, қайтып жатқан кезде де осы жолымызбен қайтсақ болады. Бізге мына осы меткаға. Мен сояқ қарап бара жатырмын. Міне достар, мен осы жолға қайттан бұрылудамын. Мен қазір қызыл меткаға жақындаған кезде видеоны ары қарай жалғастыратын боламын. Міне достар, мен қызыл меткаға жақындадым. Қазір бара жатырмын. Достар, менің айтар кеңесім, сіздер де матрешка РП ойынын ойнап бастаңыздар. Міне достар, мен осы қызыл меткаға келдім. Қызыл меткаға келген кезде ақшаңды берін. Мен бағана шығып келатқан жерден маған сәл шайқап қойып едім. Содан маған 9000 теңге берді. Егер сіздер аккуратно айдап, андай жай әкелетін болсаңыздар, сіздерге 13000 теңге береді. Бірден айтып қояйын. Міне достар, мен сіздерге бүгін дальнобойщик секілді бәрін айттым. Енді достар, сіздер бұл видео сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етіп кетіңіздер. Достар, сіздерге матрешка жайлы не қызық болып жатыр, не түсінбей жатсыздар, бәрін маған қоя беріңіздер. Мен білгенімше бәрін сіздерге жауап беретін боламын. Достар, сіздермен бүгін болған мен Жансерік. Сау болыңыздар.